Қайырлы күн баршаларыңызға. Менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін қатпарлы әрі жұмсақ болып шығатын қытырлақ самсаның рецептімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен жылы суымызға 1 шай қасық тұз саламыз. Әбден араластырып, тұзын ертіп аламыз. Еленген ұнымыздың үстіне суымызды құямыз. Араластырып, бір келкі етіп, жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Еленген қамырымызды тынығуға 15-20 минут көлеміне пакетке салып қоямыз. Иу қанған қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Бірінші бөлігін пакетке салып қойып, екінші бөлігін жаятын боламыз. Жұмсақ қамыр шыққан бізде, сондықтан қамырымыз тез жайылады. Алдымен шеттерін жайып аламыз, содан кейін бір тегіс қылып ортасымен бірге жаямыз. Қамырымызды қатты шұқағып жаюдың қажеті жоқ, 5 бармақтың қамырынан сәл қалыңдау болған дұрыс. Бірінші қамырымызды жинап алып, бір шетке қойып қоямыз. Енді екінші қамырымызды дәл солай жайып аламыз. Екінші қамырымызды да бір шетке жинап қоямыз. Бірінші қамырымызды алып, дөңгелек қылып жайып аламыз. Осы қамырымыздың үстіне ертілген сары майымызды құямыз. 82%. Майымызды толық жағып аламыз айнала шеттерінің бәріне, және майымыз жағылып болған екен 5 минуттай күтеміз. Майымыз сәл қату керек. Бірден екінші қамырды қоймаймыз. Қатқан майымыздың үстіне екінші қамырды қоямыз. Орталарында ауа қалып кетпеуі керек. Ауалары болса шығарып жібереміз. Осы қамырымыздың үстіне майымызды тағы жағамыз. Айнала шеттерінің бәріне толық жағып шығамыз. Майымызды 5 минуттай қоямыз, қату керек. Мінекей майдың үстіне узор қалып тұр, яғни майдың беті көрініп тұр қатқаны. Шетінен бастап, нығыздап, ауа кіріп кетпейтіндей қылып орап аламыз. Бізде осындай әдемі қамыр шығады. Осы қамырымызды морозилкаға салып қойсаңыздар да болады. Қонақ келген кезде шығарып, бірден самса істеп беру үшін. Қазір біз самса үшін кемінде бұл қамыр 2 сағат тұру керек холодильникте. Самсамыздың қамырын осындай бөліктерге бөліп аламыз. Кішкентай, осындай қатпарлы, әдемі болып шығады. Үстінен басып, қатты шұқағымай жаямыз. Мен салмасына картоп фаршты қостым. Осындай 3 бұрышты қылып әдемі қылып түйіп аламыз. Өз қалауларыңызша қалағандай түйсеңіздер болады. Формаларға жайғастырып, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, үстіне мак, кунжут қалағаныңыз сепсеңіз болады. Самсамызды 250 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Бізде осындай беті жылтырлап тұратын қатпарлы, қытырлап қалған әрі жұмсақ самсаларым шықты. Соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Каналға жазылып, лайк басып кетіңіздер.